Әуесқой бокс бойынша дүрілдеген екі турнир өтті. Оның бірі Польшадағы жастар арасындағы әлем чемпионаты болса, екіншісі Ресейде өткен губернатор кубогы. Екеуінде де еліміздің белді деген боксшылар барып қатысты. Дәл қазір мен осы екі турнирге қысқаша шолу жасап өтетін боламын. Сонымен әлем чемпионаты. Мұнда біздің балғын боксшыларымыз өте жақсы нәтижеге қол жеткізді. 2 алтын, 2 күміс және 1 қола медаль еншімізге келіп түсті. Алтынға 49 келідегі Санжар Ташкенбай мен 64 келідегі Сабыржан Аққалықовтар қол жеткізді. Күміс жүлдеге 56 келілік Ерболат Сабыр мен 60-та Елнұр Сүйінбай иелік етті. Ал қола медаль 75 келідегі Диас Молжігітовке бұйырыпты. Бұл жүлделер саны көбірек болуы керек еді. Қазір біз сараптап көреміз. Санжар Ташкенбай басынан бастап ақ басты үміт болған, нәтижесінде ол үмітті ақтады. Финалда мықты деген ресейліктің алдын орап кетті. Сабыржан Аққалықов 5 кездесу өткізді. Оның алдынан әр кезде өте мықты қарсыластар шығып отырды. Ал финалда ол Өзбекстан құрамасына өте алмай, артынша азаматтығын украиналық ауыстырған Бозорбой Матьякубовты жеңді. Мұнда да бізде артық әңгіме жоқ. Ерболат Сабыр 56 келі бойынша турнирде өте ауыр жол жүріп өтті. Ол Ресей, Куба өкілдерін жеңді. Финалда бұл жігіт толқынысын баса алмаған секілді. Бірінші раундта сенімді тұтқаннан соң екінші, үшінші раундтарда қарсыласқа жол беріп қойды. Нәтиже әділ. Біздің жігітке сәл жетіңкіремеді. Ал Елнұр Сүйінбайдың финалдық қарсыласы жапондық болды. Бұл спортшыны техниканың арқасында ғана атуға болар еді, бірақ бұл үшін біздің жігітке физикалық дайындық жетіңкіремеді. Мұнда да біз барлық компоненттерде жапондық мықты болды деп айта аламыз. Турнир қорытындысында оны ең үздік боксшы деп те таңдады. Диас Молжігітов жартылай финалда ұтылды. Бірінші раундта Диас қарсыласқа жол бергені рас, бірақ сосын 2 раундта қарсыласынан бір бас жоғары тұрды. Өкінішке орай бәрібір төрешілер жеңісті Ресей боксшысына беріп жіберді. Сәйкестік пе әлде басқа ма білмеймін. Тура осыдан соң Аиба президенті ресейлік Умар Кремлев төрешілер мәселесіне көңіл аударып, 12 төрешіні жарыстан тастатыпты. Ары қарай финалда әділ төрелік болды. Төрешілерге келер болсақ, бұл әлем чемпионатын бұрын соңында ірі халықаралық жарыстарда жұмыс атқармаған, тәжірибесі төмен қазылар атқарыпты. Бізде сұрақ туындатқан нәтижелер 81 келі бойынша 1-ден 16 финалда орын алды. Мұнда Ерасыл Жақпеков кубалық боксшы Брайан Леон Сальгадоны бір жақты төпеледі. Ол кубалықты қуып жүріп сабат десе де болады. Рингтің 5-ші бұрышын сол күйі табылмай кеткен бостандық аралының өкілі бәрібір жеңістен шілеп кетті. Қалайша? Түсініксіз. Ал 91-ден жоғары келіде Аманат Сабырғали өзбек боксшысы Жахонгир Закировты нокдаунға да жіберді. Боксы бойынша да бір бас жоғары тұрды, бірақ мұнда да бүйрек бұрушылық орын алды. Соңында өзбек армян боксшысын оп-оңай ұтып кетті. Тағы бір боксшымыз 52 келідегі Кенже Мұратұлы да өзбекке жеңілді. Мұнда енді айтарлықтай алауыздық болды дей алмаймыз. Ала шапанды ағайындарымыздың өкілі ары қарай турнирде жеңімпаз болды. Жалпы командалық есепте Ресей бірінші орын алды. Қазақстан екінші. Бұл жаман нәтиже емес. Өздеріңіз білетіндей, Аиба президенті өзбек болып тұрғанда, өзбектер бірінші орын алатын. Енді ресейлік билікке келгенде Ресей алғашқы орында. Қалғанын өздеріңіз түсініп алыңыздар. Енді Санкт-Петербургтегі турнирге оралайық. Мұнда бізде 2 алтын медаль бар. Оны 81 келідегі Бекзат Нұрдәулетов пен 69-дағы Асланбек Шымбергенов алып берді. Екі боксшымызда финалда ресейліктерді ұтты. Асланбек тіптен 2019 жылғы әлем чемпионы, Ресей құрамасының лидері әрі капитаны Андрей Замковойды таса жеңді. Төрешілер бұл жағдайда еш сөз айта алмады. Тағы бір алтын болу керек еді. Бірақ Әбілхан Аманқұл жарақатына байланысты финалдық сынға қатыспай күміс медальға ие болды. Ал 52 келіге дейінгі салмақта бақ сынаған Махмуд Сабырханды тонады десе де болады. Ол финалда өзбекстандық қарсыласына есе жіберді. Шахабиддин Зоировтан ұтылған ол жарыстың күміс жүлдесіне ие болды. Мұнда енді әділ төрелік болды дей алмаймыз. Неліктен екендігі белгісіз. Өзбектердің әлем чемпионын Махмуд Таза ұтқанмен төрешілер біздің жігіттің тағдырын алдын ала шешіп қойғандай көрінді. Сонымен қатар қазақстандық боксшылар 3 қола жүлдені жеңіп алды. Атап айтқанда 49 келіде Даниял Сабит, 60 келіде Бекнұр Ожанов және 91 келі салмақ дәрежесінде Айбек Оралбай қоланы қанағат тұтты. Осылайша Қазақстан ерлер құрамасы Санкт-Петербургтегі губернатор кубогын 2 алтын, 2 күміс және 3 қола жүлдемен аяқтады. Міне өткен аптада жанкүйерлер жарға құлағын жастыққа тигізбеген бокс турнирлері осылайша тәмам болды. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк. Арнамызға жазыла кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сонымен қатар осы бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Инстаграм парақшамызға да жазыла кетіңіз. Оның сілтемесін бірінші комментке қыстырамын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.